Қазақ эстрадасының жұлдыздары Қыдырәлі мен Қарақаттың 6-шы баласы өмірге келді. Болмановтар әулетінің қуанышты жаңалығымен үйдің отағасы Қыдырәлі Instagram парақшасында бөлісті. Өнер иесі келіншегінің өмірге қыз әкелгенін жазып, көпшіліктен сүйінші сұрады. Сүйінші қазақ елі. Мейірімді Алла ай мен күннен жаратып, тағы бір тәтті ақ қызды берді. Алла қосқан ақ қарақатын балпанақтай бөпе әкелді өмірге. Аса қамқор Аллаға сансыз мадақтар болсын. Қазақ елі, қуанышты бөліссең көбейеді деген. Перзент сұрап жүрген жандарға құдіретті күшті Алла көптеген бөпелер бергей. Әрбір отбасына бақыт берсін, деп жазды әнші. Жұлдызды отбасының қуанышын естіген ел ақ тілегін жаудырып, бауы берік болсын айтып, балапанның ғұмырлы, ақылды, иманды болуын тіледі. Сондай-ақ жаңа босанған Қарақат Әбілдина желідегі парақшасында сәбиінің аман-есен өмірге келуіне атсалысқан ақ халаттыларға алғысын білдірді. Берекелі күз келді. Күзбен бірге дүниеге қыз келді. Бау-бақшамыз жайқалып, ел еккен егінінің жемісін көріп жатқанда, 62 тамырымды иетіп, маңдайында жұлдызы бар жұп-жұмыр жүрек соғып жатыр жанымда. Аллаға шүкір. Құдай бере салғандардың аман-есен іңгәлауына үлес қосқан ақ халатты абзал жандар. Соның ішінде соңғы 3 құлыншағымның кіндік анасындай болған Ләззат Лаулек қызына айтар алғысым шексіз. Жаукама бөпемнің кіндік анасына. Осындай жақсы жандарға Алла разы болсын, деп жазды әнші.